Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. Алдымен мысал қарастырайық. 20 кәсіпорынның тарифтік разряды туралы деректер берілген. 2, 3, 2 тағы сол сияқты тарифтік разрядпен жұмысшыларды бөлудің дискретті вариациялық қатарын құрастырыңдар. Алдымен кестені құрастырамыз. Үлестірім қатары 2 элементтен болғандықтан кесте 2 жолдан тұрады. Кестемізді 2 жолдан тұратын кестемізді құрып алайық. Бірінші жолға варианты. Бізде мысал бойынша жұмысшылардың тарифтік разряды берілген. Ары қарай екінші жолға жиілік, яғни вариантлардың кездесу жиілігі. Бізде мысал бойынша белгілі бір разряд бойынша жұмысшылар саны. N-I. Енді тапсырманың шартын ескере отырып, бізде кем дегенде бір рет кездесетін мәндерді тауып аламыз. Яғни ол келесі сандар. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Осы сандар кем дегенде бір рет кездеседі. Содан кейін вариантының әрбір мәннің қанша рет кездесетінін санаймыз. Бірінші вариантларды енгізіп алайық. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Енді 1 деген сан неше рет кездеседі? 1 рет кездесіп тұр жиілігі. 2 деген сан 1, 2, 3 рет кездесіп тұр. Ары қарай 3 деген сан 1, 2, 3, 4 рет кездесіп тұр. 4 деген сан 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет. 4 деген сан 6 рет кездесіп тұр. 5 деген сан 1, 2, 3, 4. 4 кетен 5-тің жиілігі. 6 деген сан 1, 2 рет кездесіп тұр. Сонымен нәтижесінде тарифтік разряд бойынша жұмысшыларды бөлудің бұл дискреттік вариациялық қатары. Келесі мысал қарастырайық. Банкте 10 салымшының салым мөлшері туралы деректер берілген. 300, 380, 480, 350, 450, 560, 250, 400, 500, 200 мың теңге. Салым көлемін тең аралықты 3 топқа бөліп, салымшыларды бөлудің интервалды вариациялық қатарын құрыңдар. Әрбір топ бойынша салымдардың жалпы мөлшерін есептеңдер. Алдымен кестені құрастырамыз. Үлестірім қатарында 2 элемент болғандықтан кесте 2 жолдан тұрады. Кестені сызып алайық. 2 жолдан тұратын кестені сызып аламыз. Бірінші жол варианты. Мысалда банктегі салымның мөлшері көрсетілген. Яғни банктегі банк салымның мөлшері. Ары қарай екінші жолға жиілік, яғни интервалға түсетін тиісті салымы бар салымшылар саны. Қысқаша салымшылар саны дейік. Салымшылар саны. Ол n мен белгіленеді. Енді бізде берілгені бойынша тең аралықты 3 топқа бөліңдер деген. 3 топқа бөлейік. Енді интервалдық вариациялық қатарда интервал шамасын анықтау керек. Ол
мына формула бойынша анықталады. Интервалды и әрпімен белгілейміз. X максимум минус X минимум бөлеміз n-ға. Енді бізде вариантлардың ішінде, яғни банк салымның мөлшерінің ең үлкенің, яғни максимум және минимум тауып аламыз. Бұл бізде ең үлкені 560 мың, берілгені бойынша 560 мың. Ары қарай ең кішісі 200 мың. Азайтамыз. Және n дегеніміз бізде берілгені бойынша тең аралықты 3 топқа бөлдеген. Сондықтан 3-ке бөлеміз. Сонда 120 мыңға тең болады. Енді мына жерде интервалдық аралық жазу үшін ең кішісі бізде 200 мың. 200 мыңға 120 мыңды қосамыз. Яғни 200 мыңмен сонда 120 мыңды қосқан кезде 320 мың аралығы болады. Ары қарай 320 мыңға қосамыз 120 мыңды, сонда 320 мыңмен 440 мың аралығы болады. Енді үшінші топ 440 мың және 440 мыңға 120 мыңды қосқан кезде 560 мың аралығы болады. Енді салымшылардың санын анықтау үшін, мысалы бізде 200 мың мен 320 мың теңге аралығында салған салымшылардың санын анықтаймыз. Яғни 200 мың салғаны бар бір салымшы, 250 мың 2, және де 320 мыңға дейін 300. Яғни 200 мың мен 320 мың аралығындағы сома мөлшерінде салған салымшылар саны сонда бізде 3. Ары қарай 320 мың және 440 мың аралығында салған салымшылар 380 мың, 350 мың, 440 мыңға дейін 400 мың, сонда 3 салымшы бар. Ары қарай 440 мың және 560 мың аралығындағы ол 480 мың, 450 мың, 560 мың және 500 мың. 4 салымшы бар. Енді кестені құрдық. Ары қарай бізде не сұраған? Әрбір интервал бойынша және жалпы алғандағы салымдардың барлық көлемінің есебін жүргіземіз. Ол үшін интервал бойынша салым мөлшерін қосамыз және салымдардың жиынтық мәнін аламыз. Енді жазайық. Бірінші интервал бойынша 200 мың қосу, яғни 200 мың және 320 мың аралығындағы соманы қосамыз. Сосын 300 мың, 200 мың, 300 мың қосу, ары қарай жаңа тапқанымыз бойынша 250 мың. Барлығын қосатын болсақ 750 мың. Ары қарай екінші интервал бойынша 320 мың және 440 мың аралығында 3 салымшы болды. Олар 350 мың қосу 380 мың және 400 мың. 1.130 мың. Үшінші интервал бойынша 440 мың және 560 мың аралығында 450 мың қосу 480 мың қосу 500 мың және максималды 560 мың.
қосатын болсақ 1.990.000. Енді берілгенде әрбір топ бойынша салымдардың жалпы мөлшерін есептеңдер деген. Енді барлық есептеулерді соңғы кестеге енгізетін болсақ, барлығы салымшылардың барлығын саны 10-ға тең. Ары қарай 200.000 және 320.000 аралығындағы салымның жалпы көлемі есептеу бойынша 750.000 болды. Ары қарай 320.000 және 440.000 аралығында салымның жалпы көлемі 1.130.000 болды. Келесі 440.000 және 560.000 аралығындағы салымның жалпы көлемі 1.990.000. Және де барлығы осы 750.000, оған 1.130.000 және 1.990.000 қосатын болсақ, барлығын саны шығады. Ол 3.870.000.